Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздермен өзімнің оқу әдістемелік құралым бойынша шеберлік сыныбын өткіземін. Бүгінгі шеберлік сыныбы ретінде өткізем. Сол шеберлік сыныбымның мақсаты жаңағы қазақ әдебиеті сабақтарында оқушылардың мәтінді түсіну, талдау және интерпретациялау дағдыларын дамыту үшін тиімді әдіс тәсілдерді мұғалімдер арасында тарату және оларды практикалық тұрғыда қолдануға үйрету. Жоғарыда аталған мұғалімдерге арналған әдістемелік құралдардың тиімділігін көрсету. Осыдан күтілетін нәтиже осы нені қолдана отырып қазақ әдебиеті сабақтарында қолданылатын мәтінмен жұмыс істеудің тиімді және заманауи тәсілдерін көрсетем. Оның ішінде көбінесе герменевтикалық талдау, мәтіндік шығармашылық топ, терең түсініп, оларды өз практикаларында қолдануға дағдыланады. Ұсынған әдістерді өз сабақтарда тиімді қолдануға арналған практикалық тапсырмалар мен жаттығулар арқылы қажетті дағдыларын қалыптастырады және жетілдіреді. Жалпы бұл бағдарлама қазақ әдебиеті сабақтарында мәтінмен жұмыс әдістерін қарастырады. Әсіресе бұл бағдарлама қазақ әдебиеті сабақтарында мәтінмен жұмыс істеу әдістерін тиімді қолдануға арналған. Құрал 21 ғасыр дағдыларын қалыптастыру және оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамытуға бағытталған. Оқушылардың мәтінді талдау, түсіну, шығармашылық ойлау қабілеттерін жетілдіру қазақ әдебиеті мұғалімдерінің басты міндеттері болғандықтан осы құрал өз тиімділігін көрсетеді. Жалпы бұл құралдың мақсаты ақпаратпен бөлісу. Оқушылар мәтінді талдай отырып, сын тұрғысынан дағдыларын, қабілеттерін дамыту және ақпаратпен жұмыс істей алу және ол мұндай міндеттерді қарастырады. Сын тұрғысынан ойлау негіздерін қалыптастыру, мәліметтерді талдау дағдыларын дамыту, шешім қабылдау қабілеттерін нығайту, зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерін дамыту, коммуникациялық дағдыларды дамыту, теориялық білімді практикада іске асыру сияқты міндеттерді қарастырады. Жұмыстың өзектілігі ең бірінші ол функционалдық сауаттылық. Себебі Қазақстан Республикасының білім беру дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруды және 21 ғасыр дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Мәтінмен жұмыс істеу әдістерін меңгеру осы дағдыларды дамытудың басты кепілі болып саналады. Заманауи талаптарға сәйкес осында көрсетілген әдіс тәсілдерді жасанды интеллект, жалпыда ақпараттық коммуникациялық технологияларға салып, емін-еркін пайдалануға болады. Және сонымен қатар ұлттық құндылықтар түсіне отырып, бойына сіңіруге де көмек көрсетеді. Одан кейін әдістемелік құралдың жаңашылдығы ол оқушылар заманауи әдістер мен технологиялар қолдана отырып, мәтіндерді сын тұрғысынан талдауға үйретеді. Осы әдістер оқушының мәтіннің мәнін тереңірек түсіп, оның негізгі ойларын анықтап, оларды өз пікірлерімен байланыстыру мақсатын тұтады. Жалпы әсіресе жаңағы оқушыларды ұбт-ға дайындаған кезде, жаңағы тест жұмыстарына дайындаған кезде мәтінмен жұмыс істеу арқылы, мәтіндегі ақпаратпен жұмыс істеу арқылы білімдерін дамытуға болады. Жаңа практикалық маңызымен қолдану, ол дағдыларды дамыту. Мәтінмен жұмыс оқушылардың оқу, талдау, сыни ойлау қабілеттерін арттырады. Емтиханға дайындық, ұбт және эссе сияқты тапсырмалар арқылы оқушылар мәтінді түсіну дағдылары шыңдалады. Және бұл мұғалімге көмек ретінде осы құралды қолдануға болады. Бұл жұмыстан күтілетін нәтижелерді бірнеше қырынан қарастыруға болады. Мысалы, оқушылар үшін олар дағдыларын дамытады, яғни негізгі ойды ажыратады, мәтіндегі ақпаратты талдап қорытынды жасауға үйренеді. Сыни ойлауды қалыптастыру, құралдағы тапсырмалар арқылы оқушылар ақпаратты сыни тұрғыдан бағалауға, өз пікірлерін дәлелдеуге және мәселелерді шешуге дағдыланады. Шығармашылықты ынталандыру әдістер шығармашылық жазуды, шығармашылық ойлауды және өз идеяларын білдіруді ынталандырады. Мысалы, эссе жазу, пікір білдіру, кейіпкерге мінездеме беру сияқты тапсырмалар оқушылардың шығармашылық әлеуетін ашады. Тілдік дағдыларды жетілдіру, мәтінмен тұрақты жұмыс істеу арқылы оқушылардың сөздік қорын артып, ауызша және жазбаша сөйлеу дағдылары жақсарады. Әдеби тілдің нормалары меңгереді және бағана айтып кеткендей, емтихандарға дайындық үшін де осы әдістер арқылы жұмыс жасау тиімді. Ал мұғалімдер үшін, яғни ол оқытудың тиімділігін артады. Әдістемелік құрал мұғалімдерге мәтінмен жұмыс істеудің заманауи және тиімді әдістерін меңгеруге көмектеседі. Бұл сабақты қызықты және нәтижелі өтуге мүмкіндік береді. Сабақ жоспарлауды жеңілдету. Құралда нақты мысалдармен дайын тапсырмалар берілген. Яғни бұл тапсырмалар сабаққа дайындық уақытын үнемдейді. Оқушыларды ынталандыру, яғни ұсынған әдістер оқушылардың оқуға деген қызығушылығын арттырып, сабаққа белсенді қатысуына ықпал етеді. Және кәсіби даму,
мұғалімдер бұл құралды қолдану арқылы өздерінің кәсіби біліктерін арттырып, жаңа педагогикалық технологияларды меңгере алады және инновациялық педагогикалық қызметке деген қабілеттері артады. Ары қарата мазмұндық бөлімі енді жұмысымен жалпы таныстырып өтсем, қазір сіздерге көрініп тұр ма? Естіліп тұр ма, көрініп тұр ма? Көрініп тұр, иә. Жақсы. Негізі мен мәтінмен жұмыс түрлерінің 34 түрін ұсындым. Жұмыс түрі, яғни мәтін мазмұнын түсіну және талдау, автордың көзқарасын анықтау және жұмысында осы мәтінмен жұмыс түрлері арқылы жаңағы мәтіннің жұмыс түрі, мақсаты және ол мақсаттан жаңа қандай нәтиже күтіледі, сол әдістер арқылы жұмыс істесе, қандай нәтиже көрсетіледі, соны көрсетемін. Мысалы, қандай жұмыстар бірнешеуін айтып кетейін. Мысалы, сыни сұрақтар құрастыру мәтін бойынша, мәтіндегі дәлелдерді анықтау, мәтіндегі негізгі ойды табу, мәтінге болжам жасау, ақпараттарды салыстыру, бұл әсіресе бірнеше шығарма өткеннен кейін ішіндегі ақпараттарды салыстыруға, әртүрлі мәтіндерді ақпараттарды салыстыруға болады. Автордың пікіріне баға беру, аргументтерді талдау, көркем мәтіндерді талдау, пікірталасқа дайындық, мәтіндік бөліктер, мәтіндегі эмоциялық әсерді талдау, дәлелдерді қолдану, мәтіннің негізгі мәтін мазмұны бойынша пікір білдіру сияқты осындай жұмыс түрлерін ұсындым. Және осы жұмыста жаңағы мәтінмен жұмыс әдістеріне арналған жұмыста мәтін мазмұнын түсіну үшін жұмыс түрін берем, одан кейін мақсатын берем, және біздің оқу бағдарламасына сай бұл қандай мақсатта, қандай сыныптардағы қандай мақсаттарға сай келеді, соларды нақты алып көрсеттім. Міне, барлығына мысалдар келтіре отырып, барлығына жаңағы көрсеттім, және міндетті түрде қай оқу бағдарламасына сай келеді, соларды көрсете отырдым. Енді ары қарата жаңағы мысалы мәтіндегі негізгі ойды табу деген бір ғана нені көрсетейін сіздерге мысалда сол неден. Мысалы, бұл жердегі негізгі мақсаты жаңағы өздеріңіз көріп тұрғандай оқушыларға мәтіндегі негізгі ойды анықтау болады. Және жаңағы міне не беріледі, мәтін беріледі, оқушылар мәтінді оқып шыққаннан кейін осы бойынша жұмыс жасайды. Мысалы, мәтінді негізгі ойды табу болғаннан кейін мынандай кесте беруге болады. Мысалы, мәтіндегі оқиға, оқушы жазар Абайдың күзгі серуені. Яғни, негізгі ойы қандай мәтіннің? Оқушы сол кезде өмірдің өткінші және уақытша екендігі айтылады деп өздері толтырады осы жерде. Нақты мәтіннен дәлел келтір дейді, сол кезде олар жаңағы мәтіннен нақты қай сөзде, қай сөйлемде ол көрінді. Яғни адамның өмірі тек ізімен ғана есте қалады деген сияқты олар мәтіннен дәлел келтіреді. Одан кейін осы мәтіндегі негізгі ойды таба отырып, мәтінге сын тұрғысынан талдау жасайды. Мысалы, берілген кестені толтыра отырып, мәтіннің негізгі ойын қаншалықты түсінгеніңізді көрінуге болады. Мысалы, сұрақ, мәтіндегі басты мәселе қандай? Оқушы жауап береді. Өмірдің өткінші және артта қалатын істің маңыздылығы. Мәтіннен мысалдар, ол тағы да жаңағыдай адамның өмірі тек ізімен ғана есте қалады деген дәлелдер келтіреді. Немесе Абайдың ойынша адам өмірінің мәні неде? Артында қалған ізі мен атқарған еңбегінде. Оны мәтіннен мысал жаңағы артында қалған іс атқарған еңбегі. Яғни оқушы мәтіндегі ойды анықтау үшін өзінің ойын анықтап алғаннан кейін міндетті түрде мәтіннен мысалдар келтіреді. Сол арқылы ол жаңағы мәтіннің ойын негізгі айтайын дегенін де біледі. Одан кейін жаңағы сыни ойлау сұрақтары, Абайдың өмірдің өткінші екендігі туралы ойы сізге қандай ой тудырды? Ол уже жаңағы біз бұл жерде балаларды сыни тұрғысынан ойлауға итермелейміз. Қазіргі заманда бұл идея қалай көрініс табады? Оқушы жаңағы сын тұрғысынан ойлай отырып, шынымен де өмір келісемін, өткінші екен деген сияқты өзінің ойларын осы күнмен байланыстырып айтады. Мысалы, сіз үшін артында қалады із деген ұғым қандай мағына береді? Осы кезде оқушы ойланады, шынымен де артында қалған із деген не? Яғни біз өзіміздің жақсы атымызды қалдыру керекпіз, белгілі бір жақсылығымызды білу керекпіз деген сияқты өздерінің ойларын бүгінгі күнмен байланыстыра отырып, яғни сын тұрғысынан ойлай отырып жауап береді. Және міндетті түрде әр неден кейін тапсырмадан кейін мен шығармашылық тапсырма беріп отырмын. Мысалы, Абайдың күзгі табиғатты бақылау арқылы өзінің өмірі туралы ойларына негізделген өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісіңіз. Қазіргі қоғамда адамдар қандай іс қалдырып жатыр деп ойлайсыз? Бұл тағы да осы шығармашылық тапсырма арқылы біз оқушыларды бүгінгі күнгі құндылықтарды бүгінгі күнмен байланыстыра отырып сын тұрғысынан ойлауға дағдыландырамыз. Ал енді қазір сіздермен бірге мындай тапсырма орындап көрсек.
Мысалы, мәтіндегі эмоциялық әсерді талдау. Сіздер қатысып отырсаңыздар, мысалы, мәтін Аққулар ұйықтағанда поэмасы. Сіздер барлықтарыңыз бұл поэманы білесіздер, иә? Қайғылы ана, жаңағы ананың қайғылы жағдайы, Аққудың деген сияқты. Енді осы бойынша сіздерге сұрақтар қойсам, мысалы, қандай тапсырмалар ұсынар едіңіздер осы жерде? Сіздер эмоцияны анықтау үшін. Әріптестер. Әріптестер. Осында эмоцияларын білу үшін қандай мәтіндегі эмоциялық әсерді талдау үшін қандай тапсырмалар ұсынар едіңіздер? Ашық немесе жабық сұрақ қояр едім мен балаға. Осы мәтінді оқығаннан кейін сіз оқығанға дейінгі эмоцияңыз қалай болды, оқығаннан кейін қандай эмоцияға келдіңіз деп өзінің эмоциясымен салыстырар едім. Жақсы. Тағы да қосатындарыңыз бар ма? Жақсы. Мен өзімнің жаңағы құралымда неттім. Мынандай тапсырмалар ұсынды. Мысалы, бірінші тапсырмада эмоциялық әсерді талдау. Мәтіндегі эмоциялық әсерді анықтап, оны оқырманға қалай есетерін талдау. Мысалы, кестені толтырыңыз дейді. Эмоциялық әсер, қандай эмоциялық әсер? Мысалы, бұл жерде қайғы мен мұң, балалар айтады, қайғы мен мұң. Өйткені олар жаңағы сіздер айтып кеткендей оқығаннан кейін қандай әсер етті шығарманы? Бізге қайғы әкелді, мұң әкелді. Мысалы, мәтіннен дәлелдер келтіргенде, ана жан дүниесін оқып, көк аспанға су бетіне көз жүгіртті. Бұл әсердің оқырманға қандай ықпалы? Яғни оқырман ананың қайғысын сезініп, оның жан дүниесіндегі толқуды түсінеді осы эмоция арқылы. Одан кейін тағы да қандай эмоциялық сезімдер бар? Бұл жерде жалғыздық сезімі бар. Жалғыздықтың салмағы жүрегіне батты. Мысалы, анасының жаңағы өзі жалғыз баруы, әкесінің жаңағы Аққуды атуға бармауы, осы кезде ананың жалғыз өзі жаңағы көл басында отыруы, осының барлығы жалғыздық сезімі. Оның басында қаншама сан тарапты ойлар болды ананың. Яғни ол жалғыздықтың салмағы оның жүрегіне батты. Оқырман жалғыздықтың ауыртпалығын терең сезінеді. Осы кезде мүмкін қасында біреу болып қолдау көрсетсе анасына, мүмкін басқаша болар ма еді деген сияқты осындай эмоцияларды алады. Және мәтіндегі эмоцияны жеткізу әдістері, мәтіннен эмоцияны жеткізу тәсілдерін анықтап, оларды оқырманға әсерін талдаңыз. Мысалы, ол жерде метафоралар, жалғыздықтың салмағы жүрегіне батты. Бұл жерде жаңағы эмоцияны қалай әсер етті, қандай не арқылы? Мысалы, бұл метафора арқылы жалғыздықтың физикалық ауыртпалығы беріліп, оқырманның көңілінде ауыр әсер қалдырды. Табиғат көрінісі арқылы көрсетуге болады. Мысалы, жерге құлаған Аққудың қаны көгілдір суды қызылға бояды. Осы кезде табиғаттың сұлулығы мен Аққудың өлімі арқылы қайғының тереңдігі күшейтілді. Сыни ойлау сұрақтары осы жерде қоюға, осындай жасауға болады. Яғни Мұқағали Мақатаевтың поэмасында қандай эмоциялар басым? Бұл эмоциялар оқырманға қандай ой тудырады? Осы кезде балалар өздерінің ойын ашық айтады. Мысалы, қандай эмоциялар? Жалғыздық, жүрегіне батты, шарасыздық, шарасыз ана, шарасыз Аққу деген сияқты. Яғни қандай ой тудырды? Аққудың өлімі мен ананың қайғысы арасында байланысты қалай түсінесіз? Ана жалғыз, Аққу жалғыз, ана баласынан айырылған, ана мысалы өзінің жаңағы сыңарынан айырылған Аққу, екеуінің арасында байланыс бар ма деген сияқты осындай сыни сұрақтарға жауап алуға болады. Және бұнда шығармашылық тапсырма мәтіндегі эмоциялық әсерді талдап, осы оқиғаны өз өміріңіздегі оқиғамен салыстырып көріңіз. Сіздерде осындай екі нәрсенің арасында таңдау болды ма сіздердің өміріңізде? Сіз үшін бұл шығарма қандай сезімдер тудырды? Мысалы, сізде сол кезде қандай сезімдер болды? Ал мына ананың бойындағы қандай сезімдер деген сияқты осындай тапсырмаларға жауап ала отырып, шығармашылық тапсырмалар орындатуға болады. Және жаңағы бөлісіп өтейін, осы әдістемелік құралдың тиімділігін анықтау үшін мен өзім жаңағы үнемі балаларға осы кестелермен, осы әдістермен жұмыс жасап отырмын. Осы кезде жаңағы экранда байқап отырғаныңыздай, олардың жаңағы білім сапасы артты. Мысалы, мені көріп тұрсыздар, бірінші тоқсанда мысалы 93 болса,
екінші тоқсанда сәл көтеріледі, үшінші тоқсанда осы кестелемен жұмыс жасау арқылы 93,44, яғни 1,4 пайызға көтерілді. Және нақты осы әдістерді қолдана отырып, мен жаңа Қарағанды облысының білім беруді дамыту оқу-әдістемелік орталығы ұйымдастырған шараларға қатыстым. Осы кезде міне Қанипа Бітібаеваның инновациялық технологиясы мен педагогикалық тағылымы облыстық панорамалық сабақтар байқауына қатысып, дәл осы әдістерді қолдандым сабағымда. Бірінші орынға ие болдым. Және үздік бейне сабақ байқауына қатысып, ол кезде үшінші орынға ие болдым. Тура осы оқу құралында көрсетілген әдістерді пайдаландым сабағымда. Және мұнда облыстық көлемде тура осы мәтінмен жұмыс жасау арқылы, бірақ осының жұмыс жасағанда айттым ғой, тиімділігі бұл менің. Бұны кез келген технологияларда қолдануға болады. Мультиметр болсын, жасанды интеллекттің жаңағы нейрожелілерде болсын, бәрінде осы нені салып қолдануға болады. Міне сол кезде өзімнің шеберлік сыныбымды көрсеттім. Жалпы келетін болсам, жұмыстың жаңашылдық дәрежесі ол инновациялық әдістерде де сіздерге көрініп тұр ма? Шықты. Демонстрация. Жұмыстың жаңашылдық дәрежесі. Жұмыстың жаңашылдық дәрежесі ол инновациялық әдістер, құралда инсиоп, еркін жазу, 5 жолды өлең, бейін диаграмма, түртіп алу, кластер сияқты әдістерде қолдануға болатын жұмыстар сипатталған. Одан кейін оқушы орталықтанған оқыту, әдістемелік құрал оқушыны оқу процесіне белсенді қатысушы ретінде қарастырады және оның өздігінен білім алуына бағытталады. Себебі жаңағы оқушы мәтінді оқиды, мәтін бойынша берілген тапсырмаларды орындайды, және сол тапсырмаларды орындай отырып, ол өздігінен білім алады. Одан кейін мәтінмен жұмыс істеу әдістері тек қазақ әдебиетінде ғана емес, басқа пәндерде де пайдалануға болады. Сондықтан бұл жерде басқа пәндермен байланыс бар. Мысалы, тек қана қазақ әдебиетінде ғана емес қой, мәтінмен жұмыс істейміз, басқа сабақтарда да. Сондықтан да пәнаралық байланыс бар. Оқу құралының маңыздылығы, бұл құрал оқыту процесімен практикалық қолданыс үшін маңызды. Ол оқушылардың сыни ойлау дағдыларын дамытып, өз бетінше жұмыс істеуге және алған білімдерін тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл оқушыларға ұбт, тестілер, эссе сияқты емтихандарға дайындалуға көмектеседі. Процесте қолданылатын әдістер оқу сапасы және оқушылардың оқуға деген белсенділіктерін көтеруге бағытталған. Менің жұмысым осындай. Өз ойларыңызды айтсаңыздар. Саламатсыздар ма? Мен Осакаровка ауданынан қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімін. Дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр, аха. Бүгінгі өз тәжірибесімен бөлісіп жатқан Айнұр Қашқымбаевнаға үлкен алғыс айтқым келеді. Жасап жатқан авторлық жұмысыңыз бұл жаңағы мұғалімдердің кәсіби тәжірибесінде маңызды рөл атқаратын педагогикалық ресурс деп санаймын. Себебі бұл әдістемелік құрал арқылы оқушылардың жаңағы білім сапасын арттыруға болатынына бағытталған екен. Мұғалімнің шығармашылығын, әдістемелік сауаттылығын, кәсіби икемін жетілдіретін тиімді және көмекші құрал. Бір ерекшелігі тек қана қазақ тілі әдебиеті пәнінде емес, басқа да пәндер аясында осы мәтіндік жұмыстарды тиімді үйлестіруге болады екен. Жұмысыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Үлкен рахмет. Рахмет. Тағы да әріптестер айтатындарыңыз бар болса, жазсаңыздар чатта. Әріптестер, ұсыныстарыңыз болса, айтарларыңыз болса, чатқа жазсаңыздар да болады. Мен естіліп тұрмын ба? Естіліп тұрсыз. Ұсыныстарыңыз бар болса. Торғын Өсербайевна, айтатыныңыз бар болса. Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Айнұр Қашқымбайқызы, енді сізге
үлкен рахмет. Міне өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісіп жатсыз. Алда қойған мақсат армандарыңызға жетіңіз. Сізден алатын, үйренетін нәрсе көп екен. Жалпы бір ғана бағытта емес, бірнеше бағытта әртүрлі пәндер арасында қолданылатын тәжірибелеріңізбен бөлістіңіз. Яғни әдіс тәсілдер дейміз ғой. Әдіс тәсіл арқылы біз баланы өзімізге баураймыз және де қызықтыра білеміз. Сондықтан сізге мен көңілім толып отыр. Керемет, сәттілік жоғары биіктерден көріне беріңіз. Творчестволық табыс тілеймін сізге. Рахмет. Әріптестер, тағы қосатындарыңыз бар ма? Енді әдістемелік құрал сіздерге ұнады деп ойлаймын. Қажет жағдайда жекеме шығып, мен бөлісуге сіздермен дайынмын жұмысыммен. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.